Ассаламу алейкум достар. Мен автокөлікпен Бурабай мұражайға барып керек қайттық біз. Бірінші кезде Балқаш қаласындағы көлге келдік біз. Бұрын Балқашта шыбын шіркей көп болатын. Қазір ол азайып кетті. Себебі әкімдік масалаларды олайды деп отыр. Тұрғындар айтып маған. Мен Балқаш пен Бурабай жиі барып тұрамыз біз. Осындай 20 жылдан бұрын Балқаш көлінде демалыс үйлері аз болатын. Біреу-екеу болды. Қазір одан да көп. Көбейтіп баратыр. Бірақ бәрібір жетпей жатыр. Бірақ қызу маусымда демалыс жеткіліксіз. Орын жетпейді. Көптеген халықна адамдар сұрап жатыр. Орын бар ма деп сұрап жатыр. Жүздеген мыңдаған салмай ма не? Бәрібір бос тұрмайды мен ойымша. Шетелге демалысқа шығуға барлық қазақстандықтардың мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан ішкі туризмді дамыту қажет. Ақша Қазақстанда қалады. Туристік салада жаңа жұмыс орындары пайда болады. Мен ана сөйлестім. Мына айтады, Балқашта 2 ай ғана жазда мезгіл бар. Ақша таба алмайсың деп. Мен ойымша қысқы туризм дамыту керек. Қысқы мысалы мына қысқы мұзда балық аулау, тағы басқалары ойлану керек. Мен өзім Теміртау қаласында дүниеге келдім. Қарағанды облысы, орталық Қазақстан. Мына Балқаштан кейін, содан кейін біз туған қаламызға, міне Теміртау қаласына келдік біз. Мен кішкентай кезімде Теміртауда тұрған. Қазақтар аз еді болған. Ал қазір Теміртауда қазақтардан 40-50% тұрады. Бұл өте жақсы. Теміртау шыбын шіркей азайып барады. Көшелер қазылып, жылу жүйесі жөнделіп жатыр. Кейбір бірнеше көше қазылып жатыр. Кешке көшеде жарық бар. Әкімдік жұмыс істеп жатқанын байқауға болады. Теміртауда жұмыс бар. Мен тұрғылықтардың сұрадым. ArcelorMittal зауыты жұмыс істеп тұр. Бизнес өсіп келеді. Дүкендер, кафелер, базарлар жұмыс істейді. Теміртаудағы орталық стадионның жанындағы спорт алаңы мені таң қалдырды. Көптеген спорттық жабдықтары бар, спорт алаңы. Далада тұр ғой, тренажер, күртегін, кешке қарай жастар жиналады. Мен ойымша арақ ішуге орнына мына спортпен шұғылдану керек деп, жаман емес деп. Кішкентай кезімде Теміртауда азық-түлік тапшылығы аз болды. Қазір сатылымда азық-түлік пен киім-кешек көп. Маған әсіресе Аян сауда желісі ұнады. Алматыға келмей мына сауда желісі Аян. Содан кейін Қарағанды қаласындағы досымға бардық біз. Досымызға бардық. Бірге оқығанбыз, шақырды қонаққа. Қарағанда жаңа ғимараттар үй көп салады. Құрылыс болып жатыр. Оңтүстік шығыс ауданында жаңа тұрғын үй кешендері салынуда. Құрылыс болса, даму бар. Адамдар жаңа баспанаға көшіп жатыр. Біз болған кезде Бұқар Жырау көшесі, ол ең маңызды көшесі, көшесінің бойында жол жөнделді, жабық болды. Жол жөнделіп жатыр. Содан кейін Тапар шағын қаласындағы болдық біз. Қалада жылу, ыстық және суық су бар. Әркімнің жұмысы бар. Одан кейін біз Бурабайға келдік. Акимат жұмыс істеп жатқанын байқауға болады. Біз Астана күніне бардық. Сондықтан Астанадан демалушылар көп келді, көп болды Бурабайда. Біз Бөліктеу тауына шыққанда, көтерілгенде ағаш діңіне
қоқыс салатын көп қаптарды жапсырды. Сол себептен орманда қоқыс адам лақтырмайды. Мына қаптарға жиналады, ана бөтелка, қалғандар мынандай қоқыста. 2 жыл бұрын Астана күніне Бурабайға біз бардық. Адам көп болды. 2 жыл бұрын қоқыс жәшігін жанында қоқыс көп жиналды. Ешкім шығарған жоқ. Ал биыл қазір әдейі барып қарадым. Қоқыс жинала ма, жиналмай ма? Биыл қоқыс болған жоқ. Түгелдей шығарылып, барлық қоқыс шығарылды. Болған жоқ. Жақсы. Мен тек мақтаймын деп айтпау үшін біреулер айтады, тек қана мақтайсыз. Мен нашар ғаламтор туралы айтқым келеді. Балқаш көлінің демалыс аймағында тек Альтел Теле2 ұялы байланыс желісі ұстайды. Мен актив желісін қолданамын. Ал Балқаш көлінің демалыс аймағында актив нашар ұстайды. Мына қазір ешкім қолма-қол төлемейді, наличка төлемейді ешкім. Каспий арқылы төлейді қазір. Көптеген білесіз ғой, сондықтан ғаламтор ұстамасаң төлеу қиын. Төлей алмайсыз. Ал Бурабайда Астана күніне демалушылар көп болған кезде жалпы ұялы ғаламтор 2 күн бойы жұмыс істемейді. Кейбір адамдар ғаламторға кіру үшін, ақша төлеу үшін ұялы телефондары жоғары көтеріп тұрдым. Бұлай тұрады ғой, бұлай көптеген. Ұялы желісі іздеді. Мұны осы көруге мына қызықты болды. Жергілікті Бурабай тұрғандардан неге ғаламтор жоқ деп сұрағанымда, олар айтады, желі көтере алмайды. Адам тым көп деп жауап берді. Бірақ көп адам келсе, қонақтар келсе жаман емес, жақсы ғой. Бірақ мен ойымша бұл кешігірім кемшіліктері. Уақыт өте келе түзетіледі. Бәр жақсы болады деп ойлаймын. Бәр түзетіледі. Содан кейін Астанаға бардық. Астана өсуде және дамуда. Әсіресе түнгі Астана маған ұнап қалады. Өте әдемі жарықтандыру маған ұнады. Біз 2017 жылы Экспода болдық. Экспо кешінің артында бос жер болған. Дала болды. Бұлай қазір бәрі үйлермен салынған. Бос емес. Жақсы ғой, адам өсіп жатыр ғой. Адамдар өсіп жатыр. Кейбір адамдар Қазақстан туралы тек жаман сөздер айтады, жамандайды. Бәр жаман деп айтады. Бірақ біздің Қазақстан қандай жағда болмасаң, біздің отанымыз өсіп дамып келеді. Мен Балқаш қаласында, Теміртау қаласында тұрғындармен, жұмысшылармен сөйлестім. Олардың жалақысы айтарлықтай көтерілді. Егер алдында 2-3 жыл бұрын орташа жалақысы 180-200 мың теңгені құраса, қазір зауыттардағы жұмысшылардың орташа жалақы 400 мың теңгені құрайды. Ал кейбіреулердің одан да көп. Балқаш кеншілері 1 миллион теңгеге дейін табыс табады. Қазақстанда жаңа зауыттар ашылмайды кейбір дейді. Мінекей, Шығыс Қазақстанда Ақтоғай ауылында жақында қайта өңдеу зауыты ашылды. Жұмысшылар айтты, олар бір-бірінен біледі ғой, хабар келеді оларға. Қазақстандағы барлық зауыттар жұмыс істейді. Қазақстанда жұмыс көп. Кім жұмыс істегісі келеді, оған өмір үшін жеткілікті. Ал кім жұмыс істегісі келмейді, ол қиналады. Қазақтар ешқашан қазіргідей жақсы өмір сүрген емес. Әрине Қазақстанда әлі де мәселелер бар. Өкінішке орай аз емес. Бірақ мәселелер жоқ елді көрсетіңіз маған. Мұнда елдер мәселесіз жоқ екен.
Мен отаныма, Қазақстаныма бейбітшілік, бірлік пен өркендеу тілеймін. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.